Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балықтың өте әдемі, жұп-жұмсақ, алтын түстес болып қуырылуының әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мендегі балық, сазан балығы, оны бөліктерге бөліп, тұздап, мұздатқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Ыдысымызға ұнымызды салып, балығымызды ұнға малып аламыз. Негізінде ұнға су құйып пламық ретінде де жасаса болады. Мен оны жасап көрдім, бірақ маған осы түрі ұнады. Осылай жасаса жылтырланып, әдемі болып піседі. Сосын қызып тұрған майымызға балықтарымызды салып пісіріп аламыз. Міндетті түрде орташа отта пісуі қажет. Егер де қатты отта піссе, балықтарымыздың арасы шикі болып қалуы мүмкін. Міне осылай сарғайып, жылтырланып, әдемі болып пісті. Балықтарымыз дайын болды. Дәл осылай сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Жұп-жұмсақ болып піседі. Сіздерге ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.